Çakırgan болатын, кезекші прокурор кішкене кешігірің деп жатыр. Да вообще кабель жоқ. Кабельдің бәрін ұрлап кеткен. Ол Мәулен әзір жұмыстамын деді. Ертең кейін жұмыстан кейін барамын деп сөйткен тұғын. Қанша уақыт өтті одан кейін? 2 күн өтті ма? 3 күн болды. 3 күн болды. Хабарласты ма? Хабарласпады. Енді Мақажан кетіп қалды мақыл. Аюповқа қалды. Аюповқа кеше келгенде бардық біз. Аха. Жанмол Рахматұлы, аты жөнім қазір Қаратау мөлтек ауданының тұрғындарының шағымы бойынша келіп тұр. Мұнда жедел топты учаскелік инспектор және кезекші прокурор шақырған болатын. Кезекші прокурор кішкене кешігірің деп жатыр. Жанмол Рахматұлы, бейне және аудио жазылым жүруде. Өздеріңіз таныстырып өтсеңіздер, қиын болмаса. Араларыңызда біреуіңіз таныстыра салыңыздар. Тергеуші Айдар Байымбетов. Байымбетов Айдархан 22 жылдың қыркүйегіне дейін номер 0372. Жақсы, болды. Болды. Мына жақтың ауылдың мәселесімен таныссыздар ма? Шағым болып еді, осы жақтан бұрын болмап еді? Бұл жерде шағым болмаған енді бізге. Ешқашан болмаған ба? Міне тұрғындар жаңағы шағымдарыңызды ұрлық қарлық жайлы толыққан түсіндіріп өтсеңіздер өздеріңіз. бұл енді бұл жерде мысалға мына осы столдың бәрін тұрғызып қойды қазір. Столын тұрғызып, мына кабельдерін тартып уже кабельдерін ұрлап кетіп жүр. Мына жақта 2 кабель көріп тұрмыз ғой, сол бетте, оң бетте, бірақ Бұл бір кабель, оның арғасында вообще кабель жоқ. Кабельдің бәрін ұрлап кеткен. Ол кабельде ұрланған адам ұсталып, осы анау бірінші үйде тұратын кісілер ұстап, тұрғындар ұстады ма сонда? Тұрғындар ұстап, участковыйға берген оны. Аха. Оның несі айғақ заты осы кабель сол үйінде тұр. Кімнің үйінде? Сол тұрғынның. Тұрғынның үйінде. Учаскелік инспектор қандай әрекет жасады? Оған енді жаңа айтқаннан кейін кімге Оқысының үйінде жатыр әлі жаңа. кабель жатыр, оны алып кет деген, бірақ әлі алып кетпеген о. Біздің көршіміз ғой Абылай деген. Абылай деген. А учаскелік инспектор мына кісі ма сонда? Мына бірінші шифр там, сол үйде тұр, сол үйде ұсталды. Жоқ, қай участковый келіп еді бұл іспен айналысуға? Сол кісі біледі оны. ол өзі келе алмай қалды, ауырып қалды бүгін. Бұл бойынша енді ешқандай қатынасқа түскен жоқ қой бізге. Соң қазір тұрғындардың несі ма? Тек жоқ, кабель ғана емес, және де тағы да мына жақта көріп тұрмыз қақпақты. Мына бүкіл мынаның бойында жүріп шықсаңыздар, қазір бір қақпақтап қойсыздар. Екі жақ бойынша да. Сосын кейін мына жақта Қазір осыны сақтап қойсың. ана тасты, майда тас бар ғой кәдімгі. Мына жақта тастақ бар ғой, білесіз ба? Тарелка тастаған. Учаскенің бәрін қазып алып кетті ғой. Мына кісінің жеке меншігінен жаңағыдай тастар ұрлапты. Тастақ бұл жер етіп. сонда сіздің жеріңіз бе? Осы жерде бар, менің жерім бар. Мынаның бәрінің иесі бар ғой. Иесі бар ғой, осы жерде. Мына қазір көшеді, ал арғы столбқа дейін екі жақ. Беріп қойған 2008-де берген. Бұны мысал үшін қазір саламай жүрміз мені мысал үшін. Бала шағамыз Көз жеткіземіз ба қаншалықты терең етіп қазып ұрлағандарын? Жүріңіздер. Жүріңіздер көрсетейік. Хорошо, оны не қыламыз Жоқ, қазір? Барамыз қазір тас мәселесі, кабель и қақпақтар, колодец қақпақтар. Мусорлардың бәрін тастаған. Хорошо, қазір біз ұрлық бойынша не қылып отырмыз қой бұл жерге? Аха. Дұрыс па? Қылмыс бойынша. Иә. Өткен болса, колодецтің бәрі, бетін бәрі крышкасы жабық болу керек. Оның ішінде счетчиктер болу керек. Ол счетчиктің тең жартысы жоқ уже. Сурышыны. Ішіндегі ме? Иә, біраз Сіздер ешқашан бұл жағдаймен таныс болмағансыздар ма ешқашан? Ау. Үйдің егелдері төкілген да, Аха. ана нелерді, сұңқыларды толып текстеп өшірді. Иә, біраз оны өте төкілген. Әпке, сіз жақта да қоқыстар бар ғой, сіз де көтердіңіз ба, өзіңіз сонда қоқыс төккізіп жаңағыдай? Мен төккізген жоқпын ешқандай. Наоборот, Кейбіреуі, түсіндік сізді майор, иә. Түсіндік. Егелдер өздері Толтыру. Енді қазір бланк беріп мына кісілерге. Жаңа көрейік онда да. Ана орыс малының астында боқ, өлген мал, Біз өзіміз киері тастағанбыз. Біз сорап тұрамыз біз. Біз өзіміз қанша рет ұстадық. Лабумен келіп жатыр, жеңіл машинамен келіп жатыр. Шағымданып бердіңіздер оған дейін? Шағымданған жоқ. Өзіміз түсіріп әкімдікке тастағанбыз. Видео. Әкімдікке ғана ма? Әкімдік ешқандай әрекет жасаған жоқ дейсіз ғой. Сіздерге әкімдіктен
анықтадыңыздар ма? Сосын кім тастаған ол малдың көлігін? Жоқ, мал бойынша келген жоқ, мусор бойынша келген. Мусор бойынша келді, Ол адам өзі тастаған мусорын артып кетті дұрыс. Екінші хатыңыз бойынша мен хаттамасын түзіп, мына қойдым. Ол ойға ответ бердім. Әкімдіктен келдім мен. Аха. Менен алып келіп Ұзақ Мына жақта бір камера ештеңе жоқ па, бақылаушы? қоямыз деген бірақ. Кім айтып еді оны? Қоймады, әкім айтқан өткенде. Аха. Қойып береміз деген, камера қоямыз деген. Қай айда айтып еді? Март айында. Март айында барған. Наурызда ма? Қазір мамыр бітіп жатыр, иә? 2 айдан астам уақытта әлі іс-әрекет жасаған жоқсыздар, жоқ дейсіздер ғой. Осы микрорайонның инфрақұрылымына да ақша 2022 айында бөлінеді, істелінеді деген. Рашид Аюпов айтты. Иә, Аюптың өзі айтты. Аха. Енді май бітіп жатыр. Ал енді біз барып ол жерге арыз тастағанбыз, не болады деп. Аха. Былтыр Дәурен Мақажановтың өзі айтқан 2022-де істелінеді деп. Айдан бастап, мамыр айынан бастап Иә. істейміз деген. Енді Мақажанов кетіп қалды мақұл. Аюповқа қалды. Аюповқа кеше келгенде бардық біз. Аха. Аюпов айтты, ерден қабылдаймыз. Қабылдағаннан кейін жаңағыдай Мамыр айында ақша түседі деді, ал мамыр айы бітіп жатыр, ешқандай іс-әрекет жоқ. Хабар бергенде жоқ сіздерге, мынанша 1 ай созайық күтейік деп ештеңе айтқан жоқ қой. қой. Төгіліп жатқан жерге де камера қойып береміз деген ол. Енді одан кейін, мамырдан кейін, Жоқ. наурыздан кейін бері қарай 2 ай жатты. Ондай ештеңе жоқ. Наурыздан бері бардыңыздар ма әкімдікке? Мына жаққа бір болып жиналып тұрсақ деген болмаса. Наурыздан кейін әкімдікке бардыңыздар ма? Жоқ, одан кейін барған жоқпыз. Жоқ, сіз жаңа бардым көмекшісі. Өзіңіз барып кеттіңіз. Иә, осы 2 күн бұрын бардым ғой. Енді Жаңа соны сұрап Мәулен- отырмын ғой. Мәулен жаңа не қылды? Бер қарап сөйлеңіз. Иә. Мәулен әзір жұмыстамын деді. Ертең кейін жұмыстан кейін барамын деп сөйткен тұғын. Қанша уақыт өтті одан кейін? 2 күн өтті ма? 3 күн болды. 3 күн болды. Хабарласты ма? Хабарласпады. Кейін дегені сонда созылмалы түрде кейін деген когда-нибудь қоя 2030-да болуы мүмкін ғой ол. Мен мына жерді 2008-де алғам. Мысал үшін. Иә, 2008-ден бұл жерге үй саламай жатырық қой. иә. Тасымыздың бәрін ұрлап кеткен. Сай қылып тастап. Жеріңізден, иә, Иә. жер қойнауын тонауға жатады Иә. ғой ол. Иә. Тасымыздың бәрін сайында. Енді жаңағы көмекші әкімнің өзіне бардыңыз ба, көмекшісіне бардыңыз ба бірінші? Әкімге де барғанбыз. Әкім айтқан май айында мына тасымызды түзулеп, тегістеп беремін, жол салып беріледі деп сөйткен тұғын. Өткенде барған кезде сөйтіп айтты ғой. Бір 3 кісі болып барғанбыз. Сосын жаңа көмекшісіне бардыңыз, көмекшісі жоқ болды. Сосын не Иә, істедіңіз, көмекшісі қандай жоқ іс-әрекет болды. жасадыңыз? Одан кейін болды. Тек WhatsApp-тан жазды ғой ол. Орынбасарларына ешкімге барған жоқсыз ба? Жоқ, орынбасары біреуіне бардым, орынбасарына. Қашан? Қай бір күні. Жоқ, бұл жерде жұмыста жоқ деді. Иә, жаңа Мәулен де жоқ екен, әкім де жоқ деді ғой. Мына новый домның әйелдерімен бірге орынбасарына кірдік. Ол Аха. кісілер айтты, биыл қозғалмайды, биыл бұл жерге жол ешнәрсе салынбайды деп сөйтіп айтты. 2 ай бұрын Рашид Аюпов сіздерге тұрғындарға айтады, мына жаққа ақша бөлінеді, бәрін іс-әрекет жасаймыз дейді. 2 айдан кейін өзі де жоқ, көмекші де жоқ, бірақ орынбасары жаңағыдай ақша жоқ дей ма? Ақша жоқ, білмеймін ғой, әзір ешнәрсе жауап берген жоқ бізге. Бір жыл бұрын Мақажанов обещать еткен бізге. 22-де болады деп па? 21-де барып, Мақажановқа барып арызданғанымызды айтқан ол. Осы 2022-де енді Мақажанов кетіп қалды, Аюповқа қалды. Аюповтан да әрекет жоқ. Сонда Мақажанов хабардар болса, Мақажанов былтыр дер кезінде істей алмай, келесі жылға ақша сұрауы мүмкін. Мына жақта Қаратау деген мөлтек ауданның, ықшам ауданның тұрғындарына инфрақұрылым жарық жүргізейік, жол салайық деп ақша беріңдер деп мемлекеттен немесе облыстан сұрауы мүмкін да. Ол бөлінген. Егер былтыр сұраған болса, ал бөлінген ақшаны Рашид Аюпов мамырда болады деп сіздерге растады, бірақ орынбасары енді жоқ деп тұр ма? Сонда ол ақшаны сілтеп басқа жаққа жұмсап жердіңіздер ме, әлде жеп қойдыңыздар ма? Мен сіздер түсіне алмай тұрмын. Мына жақта тергеуші не отыр сіздерде бөлек? Келесіздер ме өтініш? Жақсы. Жаңа бланк бойынша. Түсінбедім. Мен кедергі жасап жатырмын ма сізге? Жасамай арзақты түсіре беріңіз дейді. Тұрғындардың арыз ала береді. Арызданып енді бір адам арыз жазайық, қазір қалғандарымыз жалпы қол қойып шығасыздар. Ұжымдық арыз болады да. Иә. Хорошо. Қайсысын жазасыздар? Сіз жаза беріңіз. Апаның атына яға беріп, бәрін қойып беріп, апаның жеріне Жаңағы жер қойнауының тоналуы жайлы сіздер ме айналысатын онымен? Сіздер емес пе? Тағын
керек болады? Жер қойнауы тасты. Соны айтып тұрмын ғой, сіздер барсыздар ғой осы жерде. Арыз алып экологияға жолайды ғой. Жақсы. Кезекші прокурормен хабарластыңыздар ма? Хабарым берілді, жүріне біледі. Тағы да хабарласасаңыздар, мына жақта бәрі біткеннен кейін келіп тұрмай ешкім жоқ кезде. Кішігірім тұрғындардың атынан мен шақырып жатырмын. Тұрғындардың атынан шақырып. Бола ма олай, болмай ма? Болады. Тұрғындар сізге өтініш жасаса, міндетті түрде болады ғой. Боп. Жалпы жағдаймен кішігірім таныс болып өтейік. Мына қақпақ ашық. Вентильдері ұрланған. Шүкір болып тұр. Адам құлайтын болса, қабырғасына, басына, жамбасына қай жеріне тет, дәл сол жерін сындырып өтетін болады. Мына жақта қазір тұрып жатқан адамдар бар ма енді сіздердің араларыңызда? Қабекең ауырып жатыр қазір. Жоқ, негізі қанша адам тұрып жатыр? Қанша адам үй салып тұрып жатыр? Екі адам тұр ғой. Су жоқ, свет жоқ, бәрібір тұрып жатыр ма? Келесіз ба? Жоқ, тұрып жатқан қазір тұрып жатқан. Әне екі үйде де су свет бар деп. Бұлар тіркелген. Ұрлық жайында ма? Тіркелген ба? Екі жақта. Мына жақта адам, мына жақта тіркелген. Мына 5-шінің учаскелік инспектор қайда? Кәл бойынша бәрі тіркелген ол. Арыз тұр ғой. Екі үйде адам бар. Мен үшінші су деген нәрсе жоқ. Сіз жарық жоқ болса, су жоқ болса келіп тұрсыз ба? Жоқ, жарықты өзіміз күшімізбен тарттық ар жақтан. Амалсыздықтан ба әлде? Қалай бір экстрим жақсы көресіз ба? Жоқ, экстрим болғанда енді квартирада тұрғандан өзіміздің үйімізде тұрғанымыз жақсы ғой. Қандай болса да учаскеміз бар. Учаскемізге салып алдық. Қандай қиын сөзбен жеткізу мүмкін емес деп ойлаймын. 2022 жылы өзіміздің азаматтар, келімсектер емес, қала Түркістан облыс орталығы болғаннан бері пәтер ақысы қымбаттап кетті. Соған шыдамай, жаңағы пәтер ақысы қымбаттағаннан келіп тұрсыздар ғой сіздер мұнда. Енді жол, мынандай жол, мына жақта дұрыс көрінбеуі мүмкін, бірақ жеңіл машина, әрбір жеңіл машина өте бермейді деп ойлаймын мына жерден, иә? Жеңіл машина жүре алмайды бұл жерде. Жүре алмай ма? Жүре алмайды. Осы көшелерімізді салып берсе, светімізді тартып берсе деп келіп отырмыз ғой енді. Үй салып бер, ішін жиһазбен толтырып бер деп сұрап жатыр. Бізге осы жолымызды салып берсе, Ең қарапайым нәрсе. свет тартып берсе, өз күшімізбен өзіміз үйіміз тұрғызып аламыз. Ең осы арада жүрген көп халықтың көбісі қазығын қаққыза алмайды жалпы. Олар келмейді. Не дейді земельныйдағылар? Уақыт жоқ. Коронавирус кезінде бардым. Мен наугад салдым учаскені. Келмей қойды ма? Сонда сіз барып жүгіндіңіз, мен үй салайын деп жатыр, маған келіп қазығын қақып бер дедіңіз. Иә, келген жоқ бір адам. 2020 жыл мен бардым, келген жоқ біреу. Жер қатынастарына бардыңыз ба сонда? Иә, именно анау тысяча мелочей жақта бар ғой. Иә. Архитектурный ма? Иә. Сол жаққа бардым. Келген адам жіберген жоқ. Одан бері хабарсыз ба? Одан кейін хабарсыз мен тамды тұрғызып қойдым ғой. Жалпы біздің енді сұрайтынымыз осы көшемізді салып берсе, светін жүргізіп, суымыз тартып берсе дейміз ғой, мына қазығын қағып берсе де, жалпы халықтың бәрі келеді. Қазығын қаққызамаған Материалда қымбаттап бара жатыр да, материалда қымбаттап бара жатыр. Күн сайын баға өсіп жатыр. Өткен жылдан, например, сәл хотя бы жинаған ақшаңмен үй тұрғызып алуға болады еді. Қазір тұрғыза алмайсың да, туалетте тұрғыза алмайсың. Уже қарасаң цементте қымбаттап бара жатыр. Жылдан жылға күннен күнге. Ол сәл хотя бы не қылатын еді, мына сәл үй жай нормально болып қалатын еді, қоқыс болмайтын еді уже қарап өзімізде. Мына жақта тұрғындар неғып жоқ деп сұрауы мүмкін, ой туындауыңыз мүмкін, қарапайым көрерменде. Бұл жақтағы тұрғындар келуге әзір тұрда, бірақ қарапайым күнделікті адамға секунд сайын керекті суы, жарығы жоқ болып тұрда. Газ туралы айтпай-ақ қойық, су жоқ болғаннан кейін газ туралы үндемей-ақ қойса да болады бұл жерде. Солар болса келіп тұрар едік дейді тұрғындар. қазығын қаққыза алмай отыр ғой бірінші очередь. Қазық қағудан бастап жатыр ма? Қазығын қағып берсе, ол халықтың бәрі келіп осы үйін
тура орнын белгілеп берсе соған салғысы келіп отыр. Ал бірақ қазығын қаға алмай отыр. Бұл қазығын қағу үшін бұл көше түсу керек, жол түсу керек. Жарық мәселесі сол бітпей бұраға қазығын қақпаймыз деп отыр мысалы. Сөйтіп отыр ма сонда? Жо, инфрақұрылымы болмай біз қазық қақпаймыз депті да, бірақ жерден ешім бердіңіздер онда? Адамдар келіп, о мен жерім бар деп риза болып кетіп қалсын деп па, оны пайдалана алмаса, жүзеге асыра алмаса, үй сала алмаса, бала шағасын өсіре алмаса, рахатын көре алмаса, не пайда одан? Не жағдай болып жатыр? Менде де бейне аудио жазылым жүруде. Жанбол рахматулла. Мына жақта тұрғындардың шағымы бойынша сіз 5-ші пункттен келіп тұрсыз ғой, жолдың мына жағы, иә? Мына бет, иә. Сізде мына жақта бір қоқыстар төгіліп, жер қойнауын ұрланып жатқан жайлы хабардарсыз ба? Хабардармыз. Ол бойынша қазіргі таңда әкімшілікпен бірлесе отырып, дронмен түсіріп оны тоқтатып жатырмыз. Алдын алып жатырмыз. Күніге ұсталғанда экология департаментіне жолдаймыз. Ал алдында түсір төгіліп қойған нәрселер ше, қоқыстар. Қоқыс мусорлар болатын болса, видеоға түсірген болсаңыз, шарасын көреміз алдағы уақытта. Жоқ. Оларды қайттан шығартқызып ешқандай әрекет жасамайсыздар ма? Со төгілген қоқысы алдында не пойма не вор сияқты төгіп кетті, болды. Ешқандай әрекет жасалмай ма ол бойынша? Мусор төгіп кеткен ба? Жоқ, мысалы көріп тұрмыз ғой, порода ма, асфальт па, бір қоқыс шифрлар жатыр. Дұрыс па? Бұл мәселе бойынша шешеміз жеке кімге тиесілі, кімдікі иесі анықталып жатқан жағдайда айыппұлын салып сізге жазбаша түрде хабарламасын береміз. Ал жер қойнауының жалпы таныссыз, иә, тастар? Жалпы таныспыз. Негізі қазылып жатқан, ұрлап жатқан, тас ұрлап жатқан, оның бәрі факт бар, иә, ондай? Ол бойынша жіберілген бізде сопроводкілер бар. Бірнеше КАМАЗ, 10 татырама сондай жолдаған. Танысса бола ма бір-екеуімен? Қиын емес па? па? Дәл қазір менде жоқ, Пачевкада ғой, опорный пунктта ол. Планшетте де жоқ дейсіз ғой, иә? Ол бойынша хаттама толтырылмады ма сонда? Біз на месте ұстаймыз, машинаны мысалға түсініктемесін аламыз, водительдің. Құм не көп артқанын анықтаймыз. Сосын біз бір сопроводка жазып, біздің ГОВД полиция басқармасы, Кентау қалалық полиция басқармасының атынан Түркістан қалалық экология департаментіне шара көруге деп жолдаймыз біз. Олар бізге ответ береді сосын. Қандай шара көрілгендігі туралы. Сіздер өздеріңізде ондай құзырет жоқ, оны біз құзыреттеріңіз жоқ па? Шырағын салмаймыз ғой, біз ол қандай статья. Соны ғой сұрап жатқаным. Әкімшілік кодексте ондай көзделмеген дейсіз ба? Экологиялық жер қойнауын қатынастары жаңағы сол. Ол Кентауда жоқ дейсіз ғой, тағы да, иә? Себебі неде екен? Кентау кішкентай бір ауыл емес сияқты еді. Енді облыс орталығы Түркістанда барлық нәрсе қазіргі таңда. Судмедэкспертиза Түркістанда, иә? Судмедэкспертиза Түркістанда. Сіздер бір күнделікті барасыздар ма? Аптасына қанша рет барып тұрасыз, мысалы, сіз жеке өзіңіз? Мен жеке өзім мысалға әкімшілік аумағымды аралау барысында қоғамдық орында мастық дәрежесін анықтау мақсатында адамдар жүрсе соларды апарамын. Жетісіне жұмасына қанша барып тұрасыз? 2 рет 3 рет барамыз ғой. Барып тұрасыз, әрқайсыңыз? Енді арыз бойынша да барамыз, обязательно Түркістан. Осы мәселе қашан көтерілді? Былтыр көтерілген болатын, әлде шешілмеген болып тұр ғой, иә? Судмедэкспертизаны Кентауға көшірмеген болып тұр ғой, сараптаманы. Алдағы уақытта көшіреміз деген негізінде, енді көшіріп қалады жүр, Құдай қаласа. Мүмкін, иә? Нақты емес ол да. Белгісіз дейсіз ғой. Мәселені біз қарамаймыз ғой. Біз Кентауда болған ол судмедэкспертиза. Иә, естіген болғанын. Нарколог бар, Әсем Айдылханова деген. Сол кісі жарты сағатымен жұмыс істеген ауылы, больницада да аппарат тұрмыз. То есть больница сағат сол кешкі 6-тан азанға шейін істейтін тұғым. Қазір енді ол алып қойып қазір Түркістанға апарамыз. Қиын шығар Түркістанға? Енді қиын болғанда бәрі енді 30 километр ғой негізі арасы. Жоқ, түсіндім ғой, біреу жарақат алады, оны апарасыз, келсеңіз тағы біреу алып қойған болса, тағы да апарып, сонымен уақытыңыздың бәрі кетіп қалмай ма? Дұрыс па? Кентауға қоямыз деп отырдық пока. Жұмыс болған еге шағым жоқ, істейміз, амал жоқ. Жоқ, бірақ Кентауда болғаны дұрыс па, дұрыс емес па пікірлеріңіз? Кентауда болған қызмет көлігіміз бар. Адамдарды алып барып, жұмысқа қажеттілік туындаса апарып өткізу қиын емес. Жақсы, қазір мына жақтан арыз шағым қабылдайсыздар ма, қабылдамайсыздар ма? Не мәселе бойынша сіздерден? Сол жаңағы ұрлық бойынша. Конечно, қабылдап арызын тіркеп береміз. Мен мына жақта екіге бөлінген білмеппін да, учаскелік инспектор шақырғам, сөйтсем бұл жақ 4 дейді. Былайдан тұрғанда сол беті 4-ші апорға қарайды, ол беті Қаратау мөлтек ауданы бізге қарайды. Сол жақ қалай жақ? Сонда Қаратауға жатпай ма ол жақ? Қаратауға жатады, Қаратаудың сол беткей, оң беткей бөлінеді. Қаратаудың өзі екіге бөлініп кеткен дейсіз ғой, түсіндім. Қазір кішкене эфирді үзе тұрамыз. Арызды толықтай жедел топ қабылдасын, сосын таныстыра жатармыз. Сіздердің айтарларыңыз бар ма оған дейін? Жаңағы айтарларыңызды айттыңыздар, сұрауларыңызды, талаптарыңызды. Талап болса жолымыз салып берсе. Қарапайым нәрсе дейсіз ғой, бізге келіп материал
түсіріп беріңдер, жиһазбен толтырыңдар деп жатқан жоқсыздар үйде. жалпы бізге өз светіні жолды істеп берсе болады. Бізге үйге цемент әпкеңдер, тас әпкеңдер, шлакоблок, брус әпкеңдер деп жатқан жоқ. Қарапайым, өте қарапайым нәрсе. Жол, су, жарық, инфрақұрылым. Қазіргі заманның адамына керекті нәрсе, біз тас ғасырында тұрып жатқан жоқпыз ғой, тас дәуірі емес. Дұрыс па? Көлігіміз бар әрқайсымыздың. 2008 байланысқа шығамыз.